Бәріне сәлем. Бүгінгі видеода мен қалай сіздерге домен табуға болады, соны көрсететін боламын. Өздеріңіз білесіздер, домен істемей қалды. Сондықтан мен сіздерге доменді қай жерден қалай алуға болады, соны көрсететін боламын. Видео ұнаса арнамызға жазылып, қасына шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде біздің жаңа мықты видеоларымызды өткізіп алмайсыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, мен қазір сіздерге домен алатын сайтты көрсететін боламын, бірақ ол сіздерде ашылмай қалуы мүмкін. Мен оны қалай ашатынын видеоның аяқ жағында көрсетемін, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей біздің домен алатын сайт. Осы жерден сіздер неше түрлі домен алуларыңызға болады. Қазір көрсетемін. Міне төменге түсесіздер. Міне осы жерде неше түрлі домендар бар. Сіздер сұрайсыздар, бұны қай жерге қоямыз дейсіздер. Бұны екі нәрсеге қоюға болады. Біріншісі Anonytune, екіншісі Combo VPN. Anonytuneға кіресіздер, активті настройкасын тура сондай қылып жасайсыздар. Галочкаларды тура солай қоясыздар. Только URL-ді өзгертіп жазасыздар. Мысалы musicactive.kz болса, ол жерден бір доменді алып қоясыздар. Егер ол домен істемесе, басқасын ауыстырып қоясыздар. Барлық симкаларға солай жасап шығасыздар. Сол кезде сіздерде істейді. Ал мен қазір сіздерге осы сайтқа қалай кіреді, соны көрсететін боламын. Міне достар, описаниядағы ссылкаға өткенде осылай шығады. Көбісі осыған кіреді, тосып тұрады, бірақ ештеңе шықпайды. Одан кейін адамдар шығып кетеді. Олай істеудің қажеті жоқ, сабырлы болу керек, кішкене тосу керек. Сабыр түбі сары алтын деп айтқан адам қазақ. Сондықтан тоса тұрайық, сол кезде қазір ашылады. Көбісінде ұзақ ашылады, ал кейбіреуінде бірден ашылуы мүмкін. Міне загрузка кетті. Енді сіздерге осылай шығады. Астына блокировать, разрешить деген шығады. Сіздер разрешить дегенді міндетті түрде басасыздар. Сол кезде сіздерде келесі жолы шықпайтын болады. Мен разрешитті баяғыда бас қойғам. Сондықтан менде қазір загрузка кетеді. Одан кейін қазір сайт ашылады. Сіздер разрешить дегенді басу керексіздер. Міне қазір шығады. Иә, міне сайт ашылды. Видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса арнамызға жазылып, қасына шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде осындай видеолар көп шығатын болады. Видеоны қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ермек. Сау болыңыздар.